Айгерім, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай? Рахмет, қош көрдік, жақсы, шүкір. Денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсы, рахмет. Ержанға сонша ашуландыңыз ғой. Жоқ, ашуланған жоқпын. Жай айтып жатырмын да, қатты жүректеріңізге жақын қабылдамаңыздар. Ержан бір нәрсе айтты деп, жаман айтты деп күйініп, жақсы айтты деп сүйінбеу керек. Сөзі тұрақсыз, өзі пәтуасыз. Айтып тастадыңыз ғой кәдімгідей. Сөзі тұрақсыз, өзі пәтуасыз дейсіз бе, не дейсіз? Жоқ, жүректеріне қатты қабылдамасын деймін да, жаңадан келген кейіпкерлерге оларға ерсі болып тұр да. Біздің етіміз үйреніп кеткен ғой. Біз былай естиміз да, бірақ онша мән бермейміз да Ержан сөзіне. Орысша айтқанда я слышу, но не слушаю деген бар ғой. Басында келген кезде сізде кәдімгідей ашуланып Иә, мен ашуланып үйге барып валерьянка ішіп, жылап сөйтетімін. сөйтіп үйреніп алдыңыз ба қазір? Иә, үйрендім. Айгерім дана шықты дейді. Рахмет. Так, Ержан кімге арнап оқыды, комментарийін түсінбедім дейді. Жаңа Айданаға келген комментарийді оқып берейін дейді. Айгерім красавица деп жазыпты. Көп рахмет. Айдана аман болыңдар, әкпеңді сіңілілеріңді қамқор бола ғой деп жазыпты. Айгерім, Ержан жайлы дұрыс айтасың дейді. Өмір осы, ана мен баланы бір-біріне деген махаббат сөнбесінші дейді. Айгерім данышпан ғой, данышпан деп жазыпты. Ой, рахмет. Күнде Алладан тілеймін, Алла маған зейінімді аша көр, білімге деген зейінімді аша көр, күннен күнге білім нәрімен сусындата көр, көңілімді аша көр, көзімді аша көр деп білім сұраймын мен негізі Алладан. Түф, не дейді? Дұрыс айтады Айгерім. Айгерім кішкене қуады дейді. Ондай болып тұрады деп па. Жай Ержанның пікірлеріне мен басында айтады ғой. Басында жек көресің, одан кейін анандай бір жаңағы бәрі бір болады да, одан кейін анандай бір истерический смех дейді ғой, орысша айтқан. Сондай да, менде уже анандай қалай мен эмоциямды шығарарым білмеймін да, уже Ержан сөйлегенде күле берем. Айгерім ақылды, Айгерім өте әдемі, Мадина ешкім жоқ, жаңадан таныссаң болады дейді. Айгерім өте грамотная қыз, Айгерім өте білімді, ақылды, бақытты бол. Аумин, көп рахмет. Айгерім нешеде дейді. Маған тілеген тілектерің өздеріңізге мың еселеп қайтсын көрермендер. Бүгін қасиетті жұма күні, күндердің сұлтанында тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Барлық жақсылық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін, шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін, дендеріңізге саулық тілеймін. Бұл той емес, бұл тілек айтатын. Айгерім өте тамаша қыз, тележүргізуші болуға тілекшімін, жаным. Аман бол дейді. Ой, бұл. Көп рахмет. Бұл өмірде бәрі мүмкін бұл өмірде. Армандар орындалады. Айгерім тәлпіштенбей отыршы дейді. Жоқ, мен жай анандай бүйтіп бұртиып отырсам, неге көңіл күйі жоқ дейсіздер да. Енді күліп отырсам, неге күліп отырсыздар дейсіздер. Енді білмеймін, бүгін көңіл күйім өте жақсы болып тұр. Айгерім қап-қара болып кетіпсің дейді. Демалып келдім ғой Дубайға барып деп. Дубайға барып келдіңіз бе? Қуаныштан ақшаңызды алдыңыз ба не? Жоқ, әлі алған жоқпын. Алам ба деп қарыз қалып барып демалып келдім дейсіз ғой. Жоқ, баратын болсам өзімде жиған тергенім бар. Қалдың деп жатырмын енді. Ержан адамның намысына тиеді дейді. Жоқ, ол ана бар ғой. Айгерім істеген ісіңнің аяғына жетуіне тілектеспін. Көп рахмет. Айбек мырзаны бар ғой, айтады ғой үлкен адамдар, сен кері туғансың деп. Туған кезде аяғымен шығатын нәрестелер болады ғой, басымен емес та. Сол мен ойлаймын да, Ержан кері туған шығар деп. Кері туып, соны ондай болады негізінде практикада. Соны айтатын ойлары да кері, бәрі былай жүріп баратса, ол былай жүреді, сондай да өмірде соны айтып жатады. Айтпаңыз, кері туылған адамдар тірі қалмайды ғой? Жоқ, неге? Тірі қала ма? Иә. Мықты егерде акушерлер кездессе, дәрігерлер. Көргенсіз бе? Мен ондай естігенмін. Естігенсіз, бірақ көрмегенсіз. Менің бір танысым солай кері туған. Жоқ, ол. Қойыңызшы. Айгерім, ниетіңе жет, көңілді жүрсең өте мейірімдісің, көңілсіз жүрсең шайғайсың бәрін дейді. Жоқ, мен көңілдімін да осындай ылғи көремін, бірақ ойлаймын да, мен ұстазбын ғой, педагогпын ғой, кішкене өз-өзім ұстайын деп ойлаймын да кейде. Айгерім сұлу келіншек, Айбек вообще күшті красавчик дейді. Ой, рахмет. Сіз ғана емес, бізде красавчик екенбіз. Жұмысың қайда, типа звезда дейді.
жұмысым түске дейін, құрметті көрермендер деп Гүлсара Иә, сияқты сөйлеп иә, кетсең иә. Айгерімнің іші ақ қой дейді. Ақ қой, иә. В общем, сізге көбінесе мақтаулар келіп жатыр бүгін. Көп рахмет. Бірақ арасында сіздің көңіл күйіңізді түсіретін де Иә, бар ғой